Теңіз суының құрамында 5% тұз бар. 80 кг теңіз суында ондағы тұздың мөлшері 4% болу үшін қанша тұщы су құю керек? Теңіз суының құрамында 5% тұз бар дейтін болса, онда біз 80 кг-да x килограмын табуымыз керек. Ондай болатын болса, пропорция құрамыз. 80 кг дегеніміз ол 100%. 5%-ымыздағы килограмм белгісіз, x килограмда 5%. Енді x тең 80-ді көбейтеміз 5%-ға, бөлеміз 100%-ға. Пайызбен пайыз қысқарады. 100 бен 80 20-ға қысқарып, 5-тен 80-ге 4-тен береміз. 5 пен 5 және қысқарады, сонда 4 килограмм тұз болады екен. Енді бұл жердегі 80 килограммызға y-ті қосқандағымыз ол 100% болсын. Ал 4-те 4% болсын. Ал енді пропорциямыз арғай шешіп алайық. 80 қосылған y-ті көбейтіп аламыз біз 4-ке. 100-ді 4-ке көбейтеміз. 400. Олай болса, 400 бізде 4-іміз көбейтіп болып тұр, бөліп өтеді. 80 қосылған y тең 100, 400-ді 4-ке бөлгенде. Y тең 100-ден 80-ді азайтсақ, 20. Y тең 20. Яғни 20 литр тұщы су құю керек екен.